Ал енді мына бүгін міне 28 ақпан Қазірет ұлымызды шығаруға келдік. Мына выпискасына. Енді келіншегіме рахмет айтқым келеді. Енді мына 3 қыздан кейін міне бір ұл сыйлап, осындай бір қуанышқа бөленіп отырмыз бәріміз. Бәрі Алланың бергені, бәріміз қуаныштымыз. Тек дені сау болып болса балалардың қызығына тоймай, бір жасықта бірге қартайық. Сол рахмет үлкен. Иә, артынан ере берсін олдар, жігіттер. Рахмет үлкен. Келдің бе дүниеге жаным балам, қадірлі біздер үшін сенің анаң. Өзің бір көптен күткен арман еді, мінекей орындалды сол бір арман. Сен жаным менің, сен. Ал енді бүгін Гүлнұр Нұрғанат екеуіне қуанышты болып жатыр, ұлды болып жатыр. Өте өзімізде қуанышымыз қойнымызға сыймай қызығып жатырмыз, тойлайын деп жатырмыз. Иә, қуанышына ортақпыз, құтты болсын. Өте мәзбіз енді. Түгеліміз қуанып жатырмыз. Түгеліміз қойнымызға сыймай. Иә, осылай қарта жалғаса берсін, бола берсін, денсаулықтары зор болсын. Самылғавны екеуінің әкесі мен шешесіне 3 қыздан кейін бір ұл ғой. Аты да қандай әдемі, әсем ат. Өте жақсы. Біз жаман қуандық папасы екеуміз. Тек ғұмыр бере көр осыларға, тек қол аяғы дет көрмесін. Иә, прямо қобалжып кеттім, бәрін бір айтам деп тұрғам. Жарайды, бәрі жақсылық тілеймін өмірде. Қандай жақсылық бар түгелі. Осы балапандардың тек арғартай қуаныштарына ортақтаспыз. Өмірімнің жалғасы бір өзіңсің, ұлым менің, жырым менің, нұрын төккен күнім менің. Тыңдашы әке ақылым, жаным балам, ақ бейіл дархан көңіл болшы адал. Қазақтың сен намасын жібермейтін, халқының ардақтылы болшы бала. Сен жаным менің, сен әнім менің, өмірімнің жалғасы